Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қамыры жұп-жұмсақ болып шығатын сүзбе қосылған ватрушкидің рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және осы рецептпен жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Достар, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар, сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал кеттік, ендеше бастаймыз. Әуелі құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Міндетті түрде жылы болғаны дұрыс. Және де үстіне ашытқыны саламыз, қантымызды саламыз. Барлығын қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне жұмыртқаны салып аламыз. Содан соң ерітілген сары майымызды құйып, тағы да барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Сүтті міндетті түрде жылы болғаны дұрыс, әйтпесе қамырымыз ашымай қалады. Енді ұнымызды електен өткізе отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар, сонда қамырларымыз күшті көтеріліп шығатын болады. Құрамын толықтай описание бөліміне қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Достар, каналымда түрлі рецепттер бар, алдағы уақытта да алуан түрлі рецепттерді ұсынатын боламын. Сондықтан каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Бізде қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр пайда болады. Енді ең соңында кішкене сұйық майымызды құйып, қолымызбен тағы да қамырымызды жақсылап илеп жібереміз. Сол кезде біздің қамырымыз керемет болып шығатын болады. Мінекей достар, бізде осындай жұп-жұмсақ қамырымыз пайда болады. Енді осы қамырдың бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қалдыратын боламыз. 1 сағаттың ішінде біздің қамырымыз, қараңыздар, өте керемет жұп-жұмсақ пышный болып көтеріліп шығады. Енді осы қамырымызды қолдың көмегімен домалақтап алып, противенге орналастырып шығатын боламыз. Арасын алшақтау қылып аламыз, себебі көтерілген кезде бір-біріне жабысып қалмайтын болады. Барлығын домалақтап, қолымызбен осылай видеодағыдай жасап жайғастырып шығатын боламыз. Мінекей достар, барлығын осылай домалақтап противенге салып алдым. Менде 12 дана шықты. Енді бетін жауып жылы жерге қалдыратын боламыз. Ал оған дейін начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін сүзбемізге жұмыртқаны салып аламыз. Үстіне қантымызды қосып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз біркелкі болғанша, қантымыз кішкене ерігенше жақсылап араластырамыз. Мінекей начинкамыз да дайын болды. Енді бағанағы қамырымызды ашамыз. Сол кезде біздің қамырымыз көтеріліп шығатын болады. Арасын осындай стаканның көмегімен немесе басқа құралдың көмегімен осылай ашып шығатын боламыз. Себебі қазір арасына начинкамызды саламыз. Болмаса қолымыздың да көмегімен жақсылап ашып шығамыз. Мінекей барлығын осылай ашып болғаннан кейін арасына начинкамызды саламыз. 1 қасықтың көлемінде салып шықсаңыздар болады. Себебі көп салсаңыздар піскен кезде сыртына тасып, дұрыс шықпауы мүмкін. Барлығын осылай салып аламыз. Және де қамырымызға жұмыртқамызды жағып шығатын боламыз. Шет-шетіне осылай жұмыртқамызбен жағып аламыз. Осы уақыт аралығында пешімізді алдын ала қыздырып қойғанымыз дұрыс. Мінекей достар, барлығын осылай дайындап алғаннан кейін қызып тұрған пешімізге 180 градуста салып алатын боламыз. Өте дәмді, керемет біздің ватрушкиларымыз дайын болды. Қамыры жұп-жұмсақ болады және өте дәмді. Балаларыңызға жасап беріңіздер, отбасыларыңызға жасаңыздар. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеоларда жолыққанша қош сау болыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.